Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушыларды жаңа сабаққа қалай шақыруға болады және жаңа сабақтың жаңа сөздерімен оқушыларды қалай таныстыруға болады, сол туралы айтатын боламын. Оқушыларым кабинетке келмес бұрын алдын ала бұрынғы өткен тақырыптар бойынша сөздерді және жаңа тақырыптағы сөздерді араластырып кабинеттің кез келген жеріне қойып қоямын. Оқушылар келгеннен кейін, ұйымдастыру бөлімінен кейін жаңа сабақты бастамас бұрын оқушыларды осы кабинеттегі әр жерге қойылған сөздіктерді оқушылардан алуын өтінемін. Бұл жерде оқушылардан өздеріне таныс сөздерді алып, таныс емес сөздерді сол жерде қалдыруын сұраймын. Оқушылар таныс сөздерді қолдарына ұстап, тақтаға шығып, ол сөзді оқып, аударып және мәтін бойынша сөйлемдерін құрастырады. Ал таныс емес сөздерді мүлдем қолдарына ұстамай, сол жерде қалдырып кетеді. Осылайша оқушылар таныс емес деп тастап кеткен сөздіктердің барлығын жинап шығып, бұл сөздіктер жаңа сабақтың сөздіктері, жаңа сабақтағы мәтіндерде кездесетін сөздіктер екендігін айтып шығамын. Оқушыларға бұл сөздерді оқытамын, қайталатамын, аудартамын және осы аударма арқылы алдағы сабақтың мәтіні қандай болатындығын оқушыларға болжам жасап сұратамын. Мінекей осындай қарапайым ойын арқылы оқушылардың өткен сабақта алған білімдерін тексеруге болады және жаңа сабақта кездесетін жаңа сөздіктерге оқушылардың көңілін аударуға болады. Әрдайым сабақ бастар алдында оқушыларға осындай қарапайым ойындар ойнату арқылы оқушылардың сабаққа деген құлшынысын және қызығушылығын арттыруға болады. Сондықтан да баршаңызға осындай ойындарды үнемі ойнап жүруге кеңес беремін. Алдағы видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.